Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қышқылдар, олардың құрамы, жіктелуі, аталуы. Қышқылдар дегеніміз құрамында металл атомдарымен орын алмастыруға бейім, сутек атомдары мен қышқыл қалдығынан құралған күрделі заттар. Қышқылдардың жіктелуі. Оттегі атомына байланысты қышқылдар оттекті және оттексіз деп бөлінеді. Оттекті қышқылдар азот, көміртек, көмір қышқыл және фосфор қышқылдары. Оттексіз қышқылдар фтор, тұз қышқылы, бром, йод, күкірт сутек қышқылы. Сутек атомына байланысты бір негізді, екі негізді және үш негізді деп қышқылдар үш үлкен топқа бөлінеді. Бір негізді қышқылдар H-хлор, тұз қышқылы, HNO3, азот қышқылы. Екі негізді H2S, күкірт сутек, H2SO4, көміртегі қышқылы. Үш негізді H3PO4, фосфор қышқылы. Келесі табиғи қышқылдарды мына бейнематериал арқылы тамашалайық. Лимондарды қышқыл қылатын нәрсе лимон қышқылы көптеген цитрустық жемістердің құрамында болады. Құмырсқа немесе метан қышқылы құмырсқалар, аралар мен қалақайдың құрамында бар. Құмырсқа, аралар мен қалақайлардың шаққанын ауыртпалы қылатыны осы қышқыл. Шарап қышқылы жүзімде түзіліп, жүзіммен жасалатын кез келген шарапта болады. Сүт қышқылы қышқыл сүт, айран мен йогурттың басты құраушысы болып табылады. Ол сонымен қатар бұлшық еттерде физикалық жаттығулар жасағанда түзіледі және шаршағандық пен бұлшық ет ауруларына жауап береді. Сұйылтылған сірке қышқылы дәмдеуіштер мен консерванттар ретінде мысалы көкөністерді, саңырауқұлақтар не майшабақтарды консервілегенде пайдаланылады. Құрамында еріген көміртек диоксидінен басқа аздаған мөлшерде көмір қышқылы болады. Келесі осы қышқылдарды алуға мынандай бейнематериал арқылы көрейік. Біз аздаған фосфоры бар жандыруға арналған қасықты конусты колбаға салып жағамыз. Реакция өнімі фосфор 5 оксиді алдымен колбаны ақ түтін түрінде толтырып, бірақ кейін шыны қабырғаларына ағымтақ күйінде тұнба болып түседі. Бейметалл болып табылатын фосфор мен көміртек арасындағы реакция экранда көрсетілген теңдеу бойынша жүреді. Енді тағы бір реакция жүргіземіз. Ішінде фосфор 5 оксиді бар колбаға 5 мл су құйып, колбаны тығынмен жабамыз да, таза сұйықтық алғанға дейін колбаны шайқаймыз. Алынған ертінді лакмус қағазымен әмбебап индикатор қағазын қызыл түске бояйды. Фосфор 5 оксиді немесе фосфор пентоксиді ретінде белгілі өнім сумен әрекеттесіп, ортофосфор қышқылын түзеді. Қышқылдардың химиялық қасиеттері. Кернеу қатарында сутектен бұрын орналасқан металдар қышқылдардан сутекті ығыстырады, ал кейін орналасқандарды ығыстыра алмайды. Ол мынау Николай Бекетовтың металдардың кернеу қатарында бейнеленген. Қышқылдардың химиялық қасиеттері. Біріншіден, негіздік оксидпен қышқыл әрекеттесіп, нәтижесінде тұз және су түзіледі. Екінші, негіз бен қышқыл әрекеттесіп, нәтижесінде жаңа өнімдер тұз бен су түзіледі. Қышқылдар тұздармен алмасу реакциясына түседі. Карбонаттар басқа қышқылдармен өзара реакцияға түскенде жаңа тұз, су және газ түзіледі. Қышқылдармен жұмыс жасағанда техника қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Қышқылдар күйдіргіш заттар, теріні және ағаштан, былғарыдан жасалған заттарды күйдіреді. Егер қышқыл ерітіндісі қолыңызға тамып кетсе, дереу қатты ағынды суға жуып, сосын жарақаттанған жерді 2% ас суда ерітіндісімен сүртіңіз. Қышқылға суды құюға болмайды, керісінше суға қышқылды тамшылатып құямыз. Ал енді балалар, бірінші тапсырма. Мұнда берілген заттардың ішінен
тек қышқылдарының формуласын тап. Мұнда металдар, оксидтер, негіздер, қышқылдар және қышқыл қалдықтары берілген. Жақсы, енді жауабын тексерейік. Мұнда бром, көміртек, фосфор, күкіртсутек, азот, тұз және күкірт қышқылдары берілген. Келесі тапсырма атауына сәйкес формуласын сәйкестендіресіздер. H2 торсутек, H2S күкіртсутек, H2SO4 күкірт қышқылы, H3PO4 фосфор қышқылы. Жақсы, енді мұнда берілген суреттердің қышқылға қандай қатысы бар? Мұнда жылқы, түйе және ешкі бейнеленген. Иә, балалар, мұнда жылқы қымыз, түйе шұбат, ешкі сүт береді. Бұлардың барлығы сүт өнімдері. Яғни сүт өнімдерінде сүт қышқылы бар. Қышқылдарды өндірісте, медицинада және тамақ өнеркәсібінде, сонымен қатар сүт өнімдерінде пайдаланылады. Яғни медицинада дәрі-дәрмек, дәрумендер алынады. Тамақ өнеркәсібінде тамаққа қолданылады, ал сүт өнімдерінде ол сүт қышқылдары болады. Өнеркәсіпте әртүрлі бояулар, жуғыш заттар, сонымен қатар аккумуляторлар толтырылады. Сонымен балалар, сабағымызды бекітейік. Ол үшін мұнда екі есеп берілді. Бірінші есебіміз күкірт қышқылының молекулалық массасын есепте H2SO4. Екінші есеп реакция теңдеуін аяқтап, типін анықтайсыздар. Мұнда берілген 4 реакция теңдеуін аяқтаймыз, теңестіреміз және 4 типін анықтауымыз керек. 4 типі ол қосылу, айырылу, алмасу және орын басу. Жақсы балалар, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.